Сәлеметсіңдер ме балалар? Хал жағдайларың қалай? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өнерлінің қолы алтын. Сабағымыздың мақсаты оқылған шығармаларды бөліктерге бөлу және бөліктерге ат қою. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын өнерлінің қолы алтын дегенді қалай түсінесің? Сол туралы кәнекей ойланып көрейік. Жақсы балалар. Біздің халқымызда өнерлі өрге жүзеді. Жігітке жетпіс өнерде аз деген мақал-мәтелдер бар. Яғни өнерлі адамның қолынан бары келеді деген сөз. Өздеріңнің ойларыңды менің ойыммен толықтыра алды деп ойлаймын. Ал енді шығармаларды оқуға кірісейік. Алдымен оқулығымыздың 115-ші бетін ашайық. Сол жерде 10 саусақ деген өлең берілген. Ең бірінші мен сендерге мәнерлеп оқып берейін, мұқият тыңдаңдар. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де, екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Үш саусағым орамды, жүгіртеді қаламды. Өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Өлең сендерге ұнады ма, балалар? Әрине, қызықты өлең екен. Ал енді өлеңге назар аударайық. Бірінші шумағында не дейді балалар? Жалғыз саусақ жіпті де ұстай алмайды екен. Ал екі саусақ біріксе, инені алып қолымызға іс тігуімізге болады екен. Үш саусағымыз біріксе, қаламды қолға алып, түрлі суреттер салып, және әдемі етіп жаза алады екенбіз. Көрдіңдер ме балалар? Саусақтар біріккен сайын көп іс тындыра алады екен. Ал соңғы шумағына назар аударайық. Өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ дейді. 10 саусақпен барлық нәрсені істеуге болады екен. Бұл қызықты өлеңді бізге жазып берген Мұзафар Әлімбай атамыз. Ал енді автормен танысайық. Мұзафар Әлімбай бұл балалар ақыны, яғни балаларға арнап көптеген өлеңдер жазған. Және бұл атамыз сендер сүйіп оқитын Балдырған журналын 25 жыл бас редактор болып қызмет атқарған. Бұл кісінің өлең кітаптары өте көп. Бос уақыттарында оқып танысуға болады. Келесі шығарма ол да 10 саусақ деп аталады, бірақ басқаша жазылған. Енді сонымен танысайық. Шаршы топпен жалғасып, күмбірлетіп күй салсақ, 10 пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. Көкте бұлтпен таласқан, 15 қабат үй салсақ, көк кірпішін қалаған, тегеурінді 10 саусақ. Алма, жүзім, өрікті, майыстырып бау салсақ, ауылымызды көрікті, ететін де 10 саусақ. Ал бұл өлеңді бізге жазып берген Шона Смаханұлы ағамыз. Шона Смаханұлы ағамыздың қысқаша танысайық. Шона Смаханұлы ақын әрі сықақшы. Бұл кісі Жамбыл облысында туған. Балаларға арналған Шимайбек пен Шыңқытпе, Ұртоқпағы мұр, тағы басқа жыр жинақтары бар. Бұл кісінің де кітаптарымен, өлеңдерімен түрлі әлеуметтік желілерден және кітапханалардан оқып танысуға болады. Енді осы оқылған шығармалар бойынша тапсырмалар орындайық. Өлеңдерде адам еңбегінің қандай түрлері әңгімеленеді? Өлеңдердің әрбір шумағына ат қой, өзің қандай мамандықты ұнатасың дейді. Ал енді тапсырмаларды орындау үшін өлеңге қайта оралайық. Бірінші өлеңді біз талдадық, енді екінші өлеңге келейік. Шаршы топпен жалғасып, күмбірлетіп күй салсақ, 10 пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. Балалар, бұл өлеңде кімдер туралы айтылып тұр? Қандай мамандық иелері туралы айтылып тұр? Күмбірлетіп күй тартатын қай мамандық иелері? Дұрыс ойлап отырсыңдар балалар. Күйші. Көкте бұлтпен таласқан, 15 қабат үй салсақ, көк кірпішін қалаған, тегеурінді 10 саусақ. Ал бізге зәулім үйлер салып беретін, көк кірпішті келістіріп қалайтын мамандық иелері қалай аталады? Жарайсыңдар. Құрылысшы. Алма, жүзім, өрікті, майыстырып бау салсақ, ауылымызды көрікті,
ететінде 10 саусақ. Бау-бақшаны баптайтын адамды кім дейтін едік? Дұрыс айтасыңдар, бағбан. Яғни біз өлеңдерді дұрыс талдап және тақырыптарын дұрыс қойдық деп ойлаймын. Енді осы оқыған мәтіндерімізді авторларын туралы айтамыз, тақырыбы туралы айтамыз, және олардағы негізгі ой туралы, 10 саусақ туралы тіркестерге назар аударып, мәтіндерді салыстырайық ойша. Сендердің ойларың менің ойыммен сәйкес келеді деп ойлаймын, немесе алып қосарларың да болуы мүмкін. Бірінші өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай, тақырыбы 10 саусақ. Бұл өлеңде 10 саусақ біріксе көп іс тындыра алатынын айтады, және адамдарды достыққа, ауызбіршілікке шақырады. Тіркестеріне назар аударыңдаршы балалар. Ине қолға ілікті, жүгіртеді қаламды, өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ деп түйіндейді. Қандай әдемі шумақтар. Екінші өлең, ол оны жазған автор Жонас Смаханұлы, ол да 10 саусақ деп аталады. Бұндағы негізгі ой 10 саусақ арқылы бар мамандықты игеруге болады дейді. Қол еңбегінің барлығы 10 саусақ арқылы жүзеге асады. Ал тіркестерінен аударайық. Ойнақтаған 10 саусақ, тегеурінді 10 саусақ, аулымызды көрікті ететін де 10 саусақ дейді. Қандай әдемі тіркестер берілген. Енді мына суреттерге назар аударыңдар. Балалар, қаншама мамандық иелері бар. Және сендер бұның ішінде сендер қалаған мамандық иелері болуы да мүмкін, немесе болмауы да мүмкін. Заман талабына сай қазір мамандықтарда түрлі мамандықтар қосылып жатыр. Қарай қойыңдаршы, осы мамандықтардың барлығы 10 саусақтарын, яғни жүзеге асырып, түрлі іс-әрекетті, қимылды бейнелейді. Ой еңбегін дене еңбегіне қосып, неше түрлі мамандықты атқарып жүр. Ал өздерің қандай мамандықты қалайсыңдар? Кішкене ойланып көрейік. Енді бүгін қорытынды жасамас бұрын мына шумаққа назар аударайық. Өнері бар кісіге байлық өзі келеді, береке дарып ісіне қиындықты жеңеді дегендей, бүгінгі сабақта сендерге не білдіңдер жаңадан, енді нені білетін болдыңдар, ішіндегі ең қызықты нәрсе не болды, және басқа шығармаларға қарағанда қандай ерекшелігі болды. Соны ақырын ғана өзіміз ойланып көрейік. Яғни өтілген сабаққа қорытынды жасап ой жүгіртейік. Жақсы балалар, ой қорытындыларыңды жасап болсаңдар, үйге тапсырма Мұзафар Әлімбайұлының 10 саусақ өлеңін жаттау, Жонас Смаханұлының 10 саусақ өлеңін мәнерлеп оқу, және мен қалаған мамандық тақырыбына эссе жазу беріледі. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Қош, сау болыңдар балалар.